Сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгін мен сіздерге үй сүтінен айран етуді көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де менің каналымда фасоль сорпасының және оливье салаттарының рецептілері бар. Керек болса каналға өтіп қарап көріңіздер. Әлі де арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Арнамнан сізге керек дүниелер табылып қалар. Енді айранымызды ұйыту үшін бізге ең алдымен жылы сүт керек, және оған бір кесе болмаса жарты кесе айран керек. Айранымыз біздің іртіксіз қою болу керек. Ол айранымызға жылы сүтімізден 2-3 қасық құйып алып, айранымызбен араластырып, іртігін жазып, айранымызды сүтімізге құямыз. Айранымызды сүтімізге құйдық. Енді айранымызды қасықтың көмегімен араластырып, айранымыздың бетін жауып, жылы орап, 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Айранымыз біздің 3-4 сағатта ұйып болды. Енді ол айранды біз қозғамай, араластырмай салқын жерге шығарамыз. Жылы күйінде араластырған айран біріншіден іртік болады, одан кейін айранның сары суы шығып кетеді. Сол себепті де айранды салқын жерге шығарып, суытып алып, сосын барып араластырған дұрыс. Салқындатылған айранды араластырмас бұрын мен ең алдымен оның бетіндегі қаймағын алып аламын. Өйткені біздің үйдегілер оны қаймағымен ішкенді ұнатпайды. Сол себепті де айранның қаймағын алып алып, содан кейін барып араластырамын. Айранымыздың қаймағын алып алып барып, айранымызды араластырамыз. Айранды жақсылап іртігін жазып, араластырған дұрыс. Айранымыздың іртігін жазып, кесемізге құйып алдық. Айранымыз міне осындай іртіксіз қою болу керек. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.